Келесі 1226 есебіміз. Төбесі шеңбердің центрі болатын толық бұрыш АОВ және бұрыш ВОС және бұрыш АОС берілген. Яғни үш бұрыштың қосындысы бізде 360 градусқа тең болады. Енді мұндағы бұрыш АОВ дейді. Ол және ВОС тең болады 220 градусқа. Ал бұрыш ВОС мен бұрыш АОС тең болады 290 градусқа. Енді әрбір АОВ, ВОС, АОС бұрыштары қанша градусқа тең дедік. Енді бұрыш АОС-ын табайық. Бұрыш АОС дегеніміз ол жалпы 360 градустан азайтамыз бұрыш АОВ және бұрыш ВОС-ның қосындысын. Сонда орнына апарып қояйық. Бұрыш АОС дегеніміз 360 градустан азайтамыз, екеуінің қосындысы бізде 220 градусқа тең деді. Сонда 220 градусты азайтатын болсақ, нәтижесі 140 градусқа тең. Енді бұрыш ВОС дегеніміз ол 290 градустан азайтамыз бұрыш АОС-ны. Ол дегеніміз бұрыш ВОС дегеніміз сонда 290 градустан АОС-ымыз 140-қа тең болды. Соны азайтып тастайық. 140 градусты. Оның нәтижесі 150 градусқа тең болады. Енді бұрыш АОВ-ны табайық. Енді бұрыш АОВ дегеніміз 220 градустан азайтамыз бұрыш ВОС-ны. Енді апарып қояйық. Бұрыш АОВ дегеніміз 220 градустан азайтамыз 150 градуста. Оның нәтижесі тең болады бізде 70 градусқа. Сонда бұрыш АОВ ол тең бізде 70 градусқа. Бұрыш ВОС ол тең болады бізде 150 градусқа. Ал бұрыш АОС ол тең бізде 140 градусқа. Келесі 1227 есебіміз ЕКФ 120 градусқа тең. 120 градусқа тең бұрыш жазамыз. ЕКФ болсын. Енді соның ішінен КЛ, КН сәулелерін сызыңыздар. КЛ және КН. КЛ болсын, Н болсын. Енді КН, ЛКФ. ЛКФ-тің КН бисектриссасы. Сонда екі жер бір-біріне тең болады. Жазып кетейік. Бұрыш НКФ тең бізде бұрыш ЛКН-ге. НКФ 37 градусқа тең, және бұлар 37 градусқа тең. Енді ЕКЛ бұрышы неше градусқа тең дейді. ЕКЛ, яғни мына бұрышты сұрап тұр. Сонда бізде 37-ден екеуі бар. Бастапқы бұрышымыз 120 градусқа, азайтып тастасақ ЛКН-ны табалады екенбіз. Сонда бұрыш ЕКЛ дегеніміз ол бұрыш ЕКФ-тен
азайтамыз. Бұрыш НКФ қосылған бұрыш ЛКН. Енді бар мәліметтердің бәрін орнына апарып қоямыз. Сонда мына жерге тең демей қойын. ЕКЛ деп отқанымыз бұрыш. ЕКФ'іміз бізде 120 градус. 120 градустан азайтамыз 37 градус қосылған 37 градус. Яғни екеуі бір-біріне тең деп белгілеген болатынбыз. Тең нәтижесі 120 градустан азайтамыз 74 градусты, нәтижесі тең болады екен 46 градусқа. Сонда бұрыш ЕКЛ дегеніміз 46 градусқа тең. Келесі 1228 есебіміз. Осы сәулесі АОВ жазыңқы бұрышының биссектрисасы дейді. Бізде жазыңқы бұрыш берілген АОВ. Ол бізде 180 градусқа тең. Енді осы сәулесі оның биссектрисасы болса, биссектриса бұрышты қақ екіге бөледі. Сонда бұрыш ВОС тең болады сонда бұрыш СОА-ға. Ол дегеніміз сонда 180 градусты екіге бөлгенге тең. Сонда 90 градустан екен. Енді бұрыш АОЕ дегеніміз СОА-дан СОЕ-ні азайтылып тастағанға тең. ЕО-сыны, Сонда 90 градустан азайтамыз 30 градусты. Сонда АОЕ-міз 60 градусқа тең болады екен. Келесі табу керек бізде СОФ-ді. Бұрыш СОФ дегеніміз ЕОФ-ден азайтайық СОЕ-ні. Сонда 90 градустан азайтамыз 30 градусты. Сонда ол да 60 градусқа тең болады екен. Енді бұрыш FOV дегеніміз 90 градустан азайтамыз 60 градусты. Оның нәтижесі 30 градусқа тең болады. Бізде АОЕ мен СОФ тең еді. Сонда ЕОС мен ФОВ да тең болды. Сонда 30 градусқа тең. Сонда бұрыш ЕОФ тең бізде бұрыш ВОС-ға тең болады және СОА-ға. Олар бізде 90 градустан болады екен. Келесі 1230 есептің біріншісін шығарайық. Аның орнына 108 санын қойыңыз дейді. Апарып қойайық. 108 бөлінген 8 қосылған 5х тең 6-ға. Шақшаның ішін жазыламыз. 8 қосылған 5х тең 108 бөлінген 6 болады. 5х-тің өзін жазам. Бөлген кезде нәтижесі 18-ге тең болады. 18 санынан азайтамыз 8-ді. Сонда 5х тең болады 10-ға. Х-тің нәтижесі 2-ге тең болады. Келесі екінші есебін шығарайық. 18 көбейтілген в-ның орнында бізде 40 саны тұр. Орнына апарып қояйық. 40
азайтылған 7х тең 90-ға. 40 азайтылған 7х-тің өзін жазып қоям. Тең 90 бөлінген 18. 40 азайтылған 7х тең болады нәтижесі 5-ке. Енді 7х тең 40 азайтылған 5 деп жазамыз. Сонда 7х тең болады 35-ке. Х-тің нәтижесі тең болады бізде 5-ке. Келесі үшіншісін шығарайық. 3х қосылған сының орнында 58 саны тұр. Орнына апарып қоямыз. Бөлінген 14 тең 5-ке. 3х қосылған 58-дің өзін жазып қояйын. 5 көбейтілген 14 болады. Сонда 3х қосылған 58 көбейтетін болсақ, нәтижесі 70-ке тең болады. 3х-тен 70 санынан 58 санын азайтамыз. Сонда 3х тең болады 12-ке. Ал х-ті табу үшін 12-ні бөлеміз 3-ке. Нәтижесі 4-ке тең болады.